Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен екінші асқа ұсынғанға өте дәмді және нәзік духовкада пісетін тауық сандарының рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің видеоларымды қолдап және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен біздерге дәмдеуіштер қажет болады және тауықтың 4 саны қажет. Жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан соң осылай ішкі жағынан ағаш таяқшамен тесіп аламыз. Міне осылай тесіп аламыз. Содан соң 2 ас қасық майонез, одан кейін 2 шай қасық томат пастасы немесе 2 ас қасық кетчупке алмастырсаңыздар болады. Содан соң 1 ас қасық соевый соусты қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Содан соң дәмдеуіштерімізді қосамыз. Оның ішінде менде шашлыкке арналған приправа кішкене ғана саламын. Шамамен 1 шай қасық болады. Содан соң тауыққа арналған дәмдеуішті қосамын. Мен 1 ас қасықтай қостым. Содан соң кішкене қызыл бұрыш бізде 1 шай қасықтың 4/1 бөлігін салатын боламын. Дәл солай қылып қара бұрышты да саламын. Содан кейін 3 сарымсақ салатын боламын. Мен турап салып жатырмын. Сіздер сарымсақ өткізгіштен өткізіп салсаңыздар болады. 1 ас қасық тұз саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң 1 ас қасық жарым күнбағыс майын құятын боламын. Жақсылап тағы да араластырамын. Өсімдік май немесе оливка майын қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған маринадымызды осылай барлық тауықтарымызға аямай жағып шығамыз. Енді осы тауықтың сандарын қақпағын жауып 40 минутқа маринадтауға қойып қоямыз. Міне біздің тауықтарымыз 40 минут маринадта тұрды. Енді кішкене тағы да араластырып, формамыздың үстіне фольгамызды жайып, соның үстіне тауықтарымызды орналастыратын боламыз. Содан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 50-60 минутта пісіріп алатын боламыз. Тауықтарыңыз пісіп жатырған кезде духовкадан алып, әр минут сайын осылай үстіне тауықтың өзінен бөлінген суды алып, қасықтың көмегі арқылы осылай үстіне жағып шықсаңыздар, сіздердің тауықтарыңыз құрғамай, беті жылтырап, сондай әдемі болып пісетін болады. Міндетті түрде солай жасап көріңіздер.
міне мен екінші рет алып тауықтарымды тағы да үстіне сумен жағып шығып жатырмын. Міне менің тауықтарым духовкада 50 минут пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және нәзік болып шығады. Орысша айтқанда сочный болып шығады. Егер де видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.